серпе өтілген жалпы медицина саласына, әсіресе мынау облыстың медицинасының мәселесі көбірек айтылып жүр. Оны енді көбіне көп айтылатыны дәрігерлердің қызметіне сын айтылады. Енді өзіңіз де білесіз, жалпы енді бір жағынан қарағанда мына таяқтың екінші ұшы енді кадр тапшылығы мәселесін көтереді. Бұл жерде кадрды тарту мәселесінде оның барлық жағдайын жасау жағдайы тұр, мысалға. Енді сондықтан да енді қандай жағдайда қандай шешім болу керек? Енді сұрақ өте орынды. Енді мына медицина саласы бойынша да біраз мәселе бар, бірақ енді бізге кім болғанда да сырттан келіп біреу біздің жұмысымызды жасап бермейді. Жаңа өзіңіз айтқандай, таяқтың екі ұшы бар дегендей, барлық жұмыста кадрменен бітеді. Барлығы да мамандардың күшімен бітеді. Енді өткендегі бір тіс дәрігеріне де байланысты біз мына біраз желілерге шығып кеттік, ел халықтың біраз талқылауына түсті. Шынында да енді баланың аты бала, екіншіден ол бала тіс дәрігеріне келіп тұрса, енді ол шынында да қорқыныш билейді, оның да біраз тәсілдері болу керек. Біздің дәрігеріміздің тәжірибесі жетпегендіктен осындай мәселе орындай туындады. Енді әрине ол біз тәжірибесі жетпеді, маман жаңағындай дұрыс ісін атқара алмады деген бағытта бұл маманды біз жұмыстан босаттық. Бұл енді басқа да дәрігерлерімізге бір жағынан сабақ болады, екінші жағынан дәрігер ол енді талапқа сай болу керек. Талапқа сай болу керек. Ол білім алып келді, осы маманды таңдады, осы мамандықты. Сондықтан ол бала болсын, айтады ғой, енді дәрігердің жаңағы дәрісі емес, дәрігердің көңілі сол өте жаңағы адамға әсер етеді. Соған кейбір адамдар зәру. Сондықтан дәрігерлеріміздің де өз мамандығына сай болу керек. Түсіністік болу керек. Түсіністік болу керек. Оның ішінде бала ол. Бала болғаннан кейін оны алдау керек, ретін табу керек. Бірақ өкінішке орай сол жердегі біздің маманымыз дұрыс жаңағы жағдай жасай алмады. Сондықтан ол кісі енді тиісті өзінің заңдылықтарына сәйкес өзінің шарасын алынды. Бұл енді алдағы уақытта қайталанбайды, сабақ болады деген менің ойым бар. Екінші жағынан енді маман тапшы арасында да. Бізде қазір 200-дің үстінде дәрігер маман жетіспейді. Әсіресе ауылдарда. Әсіресе ауылдарда. Енді ауылдарда бізде мына дипломмен ауылға дейтін жобамыз бар. Ол жерде әйтеуір дәрігеріміз ауылға баратын болса, біз оны үй мәселесі шешіп береміз. Оған тиісті қаражат қаралған. Ал енді осы мына Жаңаөзен Ақтау көлемінде біз дәрігерлеріміздің үй мәселесінде кейде шеше алмай жатамыз. Енді биыл осы 120-дай дәрігер келді, менің естуім бойынша соның кейбіреулері кейін қайтып кетті. Себебі үй мәселесі шешілмеді деген мәселелер бар. Енді қалай болғанда да біз енді оны анадан мынадан көретін жағдайымыз жоқ. Бұны біз ел болғаннан кейін, осы халыққа қызмет жасап отырғаннан кейін бұл мәселені шешуіміз керек. Біз қазір мына құрылыс жинақ банкісіменен бір келісімге келіп жатырмыз. Олар бізге бір жоба ұсынып жатыр. Егер бюджеттен бізге бір 500 миллиондай, или болмаса 1 миллиардтай қаражат салсаңыз, соны біз сіздердің дәрігер мамандарыңызға үй беруге жұмсар едік деп. Мысалы, олар үй береді, ол жерде алғашқы жаңағы төлемі жоқ бұл жерде. Біз жаңағы салған қаражатымызды белгілі мерзімде жаңағы кейін қайтарып алуға да мүмкіндігіміз бар. Сондықтан енді біз осы жобаға барамыз деп есептеп отырмыз. Бюджеттен мына құрылыс жинақ банкісіне арнайы қаражат саламыз. Олар сол қаражатымызды пайдалана отырып, біздің мамандарымызға үй береді. Онда да енді барлық маманды біз қамтамасыз ете алмаймыз. Бірақ осы медицина саласындағы, білім саласындағы мамандарды бірінші кезекте қамтысақ деген ойымыз бар. Енді онымен қоса бізде қазір бірнеше үйлер салынып жатыр қазір. Мына жалдау бағытында берілетін үйлеріміз бар. Оларды да осы өзімізге тиісті мамандарға бергіміз келеді. Сондықтан енді алдағы уақытта біз келетін мамандарды үйменен қамтамасыз етуге бірінші кезекте көңіл бөлетін боламыз. Үймен қамтып жатсақ, қазір енді еңбек ақылары жаман емес. Егер қазіргі мына жаңағы
медицина саласында жақсы қызмет көрсетсе, жақсы тапсырыстары болып жатырса, тиісті қаражаттарын алуға мүмкіндіктер бар. Ол қаражаттарды олардың еңбек ақысына, көтерме еңбек ақы жөнінде қазір беріліп жатырған жаңағы мекемелер, ұжымдар бар.